Арсен 2013 жыл толған Шымкент қаласының тұрғыны. 65-ші мектебінде оқиды. Бос уақытында футболға қатысады. Ендеше, осы видеоның түсірілуіне себеп болған жағдайға келейік. Оның бір-бірінен аса қатты айырмашылығы жоқ күндері өтіп жатты. Сабаққа барды. Одан кейін асыға футболға барды. Автобусқа үлгермей қалғандықтан көбінесе жаяу баруына тура келді. Сосын жаттығуға кешікті. Сол үшін жаттықтырушысы жаза ретінде скамейкаға отырғызып қоятын. Бұл жағдай қайталана берді. Ол шешімін тапты. Оған велосипед керек. Әкесіне барып жағдайды айтып, егер велосипед алып беретін болса, Роналду секілді футболшы боламын деп уәде берді. Бірақ әкесі қазіргі жағдайда отбасы қаржылық қиындықта екенін айтып, келесі айдың жалақысына дейін күтуін өтінді. Сонда Арсен келесі айға дейін скамейкада отырады ма? Жоқ, басқа жолын іздеу қажет. Сонда ақшаны тек үлкендер ғана таба алады ма? Неге? Өзі ақша тауып сол велосипедті алмасқа. Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск секілді миллиардер өз істерін достармен бастаған. Иә, оған ең бірінші дос керек. Өзімен бір аулада тұратын достарын шақырып ұсыныс айтты. Бірақ досына велосипед емес, ақша керек екен. Осылайша ақша табудағы алғашқы қадамдарын бастады. Заттар тасыды, машинаның әйнегін сүртті. Темір бөтелке өткізді. Арсен әкесі секілді жұмыс жасағысы келген еді. Бірақ досы екеуі осылайша біраз жұмыс жасады. Шаршады. Велосипедке керек ақшаны жинағандай болды. Бірақ жетпеді. Инфляция. Сол сәтте оған тағы бір идея келді. Неге оған бизнес жасамасқа? Көптеген адамдар күш салмай саналы ақылының арқасында ғана бизнес жасап отыр. Солардың бірі Арсеннің бизнесмен ағасы Асқат. Арсен ойланбастан Асқат ағасынан ақыл кеңес сұрауды жөн көрді. Ағасына келді. Өзін бизнеске үйретуді сұрады. Ағасы келісті және оған болашақта сол бизнестің басшысы болатынын жеткізді. Қандай керемет. Енді бизнес идея керек және ол жай ғана бастамай емес, өзі секілді балаларды қуантатындай бизнес идея болу қажет.